Сәлеметсіздер ме балалар? Біз бүгін омыртқасыз және омыртқалы жануарлардың тыныс алу мүшелерінің құрылысымен танысамыз. Бүгінгі сабағымызда, яғни слайдта мен сіздерге тек қана бұнда келетін ақпараттарды ғана айта кетемін, және жануарлардың суреттерін қойған жоқпын. Сондықтан ақпарат өте нақты, қысқа болсын деп тек қана мәтінді ғана алдым. Суреттерді өздеріңіз кітаптан танысып аларсыздар, 7-ші сыныптың. Жақсы ма? Олай болса, біз ары қарай сабағымызды жалғастырайық. Жалпы омыртқалылар және омыртқасыздар дегеніміз не? Бірінші осы сұраққа жауап бере кетсек, сіздер бұрыннан таныссыздар. Жалпы жануарлар дүниесін біз екіге топқа бөлетінбіз: омыртқасыздар және омыртқалылар деп. Омыртқасыздарға, яғни омыртқа жотасы болмайтын жәндіктердің немесе басқа да кейбір жануарлардың түрлерін жатқызамыз, ал омыртқалыларға омыртқа жотасы дамыған 5 класты жатқызатын боламыз. Бірақ сіздер оның барлығын бұрыннан таныссыздар. Енді осылардың тыныс алу мүшелерінің құрылысымен таныса кетейік. Қай жануарға, қандай организмге, ағзаға, яғни қандай тыныс алу түрлерінің тән екенін білетін боламыз. Төменгі сатыдағы омыртқасыздардың арнайы тыныс алу мүшесі болмайды. Газ алмасуы жабыны арқылы жүзеге асады. Жабын деген ол тері, бір сөзбен айтсақ, жалпы денесі деген сияқты. Оны біз диффузды тыныс алу дейміз. Осы, яғни бүкіл денесімен тыныс алатын организмдерге, ағзаларға ішекқуыстылар типі, жалпақ құрттар, жұмыр құрттарды жатқызамыз. Бұлардың барлығы омыртқалы жануарларға, омыртқасыз, кешіріңіздер, жануарларға жатады. Екіншісі, диффузды тыныс алу сонымен қатар буынаяқтыларда да кездеседі. Буынаяқтылар классын білесіздер, өте көп, саны көп жануарлардың түрлері бұларда. Омыртқасыз суда тіршілік ететін жануарларда тыныс алу мүшесі желбезек. Ал құрлықта тіршілік ететін жануарлардың тыныс алу мүшелері өкпелері мен демтүзіктері. Демтүзікті кейде біз трахея деп те атаймыз. Алғаш эпителийдің өсіндісінен қалыптасқан қан тамырларға бай желбезек көп қолтанды құрттарда пайда болған. Осы жерге аса мән береміз, яғни желбезек, бұл тыныс алу мүшесі көп қолтанды құрттарда пайда болған алғаш рет. Осыны естеріңізде сақтаңыздар, өйткені мына басынан бастап айтылған ақпараттың барлығы ұбт-да сіздерге кездеседі. Келесі, өрмекші тәрізділерде жапырақ тәрізді өкпе, яғни өкпе деп айтамыз, бір сөзбен айтқанда, бұл және не тәрізді дегенде жапырақ тәріздейсіздер. Ал жәндіктер демтүтік арқылы тыныс алады. Жаңа біз оның үстінде айтып кеткенбіз, құрлықта тіршілік ететін жануарлар демтүтік және өкпе арқылы деп, ал жәндіктер демтүтік арқылы тыныс алады, шаяндар желбезек арқылы тыныс алады. Қос жақтаулы ұлулар желбезекпен тыныс алады, бауыраяқтылар өкпемен тыныс алады. Сіздер білесіздер, өкпе бұл саны екеу, қос болып табылады, яғни бауыраяқтыларда осы тыныс алу жүйесі тән болып келеді. Омыртқалы жануарлардың тыныс алу мүшелерін біз екі типке бөлеміз. Яғни омыртқалыларға бізде 5 класс жатады, бағана айтқам, ол балықтар, қосмекенділер, жорғалаушылар, құстар және сүтқоректілер класы. Бұларға жартысына, кейбіреуіне желбезек, кейбіреуі өкпе арқылы тыныс алады. Осы омыртқалылардың біраз түрлерінде теріде тыныс алу маңызын орын алады. Яғни тек қана желбезек пен өкпе ғана емес, жалпы теріс арқылы тыныс алатын омыртқалардың түрлері бар. Теріде тығыз мүйізді немесе сүйекті қабыршақтары болмаған жағдайда тыныс алуға қатысады. Мысалы, олар қосмекенділер, тікенді балықтардың түрлері, яғни терісі арқылы тыныс алады. Ал қосмекенділер, олар біз амфибиялар деп атаймыз, көбінесе өкпелерімен емес, терілерімен тыныс алады. Бірақ та екеуі де тән. Сондықтан көбінесе теріс арқылы тыныс алады. Солардың ішінде тоғандық көлбақа терісімен тыныс алады. Ары қарай, жерде тіршілік ететін омыртқалылардың тыныс алу мүшесі өкпе. Жерде тыныс алатын. Қараңыздар, құстардың тыныс алу мүшесі бұл қосарлы тыныс алу. Бұл басқа омыртқалардың түрінде кездеспейтін, тек қана құстарда кездесетін тыныс алу түрі. Омыртқалы жануарлардың тыныс алу жүйесін ауыз қуысы, аңқа, көмекей,
бронхлар және өкпе құрайды. Реттілігін нетіп алыңыздар, белгілеп алыңыздар. Өйткені сіздерге осылай келуі де мүмкін тестте, реттілік бойынша белгілеңіз деген сияқты, дұрыс реттілікті деген сияқты. Сүтқоректілерде диафрагма пайда болған. Диафрагма деген ол қазақша көкек деген сөз. Бұл дегеніміз не? Яғни ол кеуде қуысы мен құрсақ қуысын бөліп тұратын бұлшықет деп айтсақ болады, және оның басты қызметі тыныс алу қызметін атқарады. Көбінесе үнемі келеді, диафрагма деп келеді, немесе көкек деп келуі мүмкін. Екеуі де бір мағынаны білдіреді. Қазақшасы көкек деген. Сондықтан ол кеуде қуысы мен құрсақ қуысын бөліп тұратын тыныс алу қызметін атқаратын бұлшықет деп болып табылады, және де ол сүтқоректілерде кездеседі. Жалпы осы омыртқалы және омыртқасыз жануарлардың тыныс алу мүшелері туралы ақпарат қысқадан қысқа. Осының барлығын дәптеріңізге жазып жаттап алыңыздар. Яғни бұл жерде жаттау өте оңай. Жаңағы жануарлардың, омыртқалылардың немесе омыртқасыздардың өкілдері және олардың тыныс алу мүшесі. Барлығы енді айтып кеткен ақпараттың барлығы түсінікті деген ойдамын. Сау болыңыздар, келесі сабақта кездескенше.